Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтің «Әпке пьесасы» 2-ші акт. Сабағымызға берілген оқу мақсаты шығарма бойынша жазылған әдеби сын пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу. Бағалау критерийлі шығарма бойынша өзіндік сыни пікір жазады. Ой түрткі сұрағы: шығарма неліктен әпке деп аталады? Бізде келесі бірінші тапсырма. Біз әпке пьесасының мазмұнын білеміз. Ал біз пьесадан қандай ғибрат алдық? Осы сұраққа жауап береміз. Келесі өзіңді тексер. Әпке образын сомдаған бірден бір үздік шығарма жазушы драматург, мемлекеттік сыйлықтың иегері Дулат Исабековтың әпкесі болып табылады. Шиеленісті түрде жазылған, терең философиялық мағынаға ие болғандықтан әлі күнге дейін осы кітап көп адамның сұранысын тудыратыны анық. Әпке 1970 жылдардың оқиғасы. 1977 жылы жазылып, 1978 жылы Мұхтар Әуезов атындағы театрда қойылды. Содан бері сахнадан түспей келе жатыр. Әпкенің еңбегі өз бақытынан бас тартуы, бауырларына адал болуы, соңында жалғыз қалуы сияқты негізгі оқиғалары қамтылған. Басты кейіпкері Қамажай алдынан шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор болғандықтан туралы айтылады. Ата-анасынан жастай айырылған ол өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп, жеке өмірі жайлы ойлауды да қояды. Оны Қабен атты жігітке «Қабен, ол қиын сияқты. Бауырларымды қиып тастай алмаймын. Олар әлі мен үшін бала, өздігінен өмір сүретініне күмәнім бар» деп ұсынысына кері жауап қайтарғаннан білеміз. Келесі тапсырма. Темірбектің іс-әрекетіне сыни пікір білдіріңіз. Бұл тапсырмаға берілген дескриптор сыни пікір білдіреді, шығармадағы деректер келтіреді, өз ойын жүйелі жеткізеді. Ал енді тапсырмаға өзіңізді тексеріп көріңіз. Драма шиеленісті оқиғадан басталып, одан әрі өрбиді. Алғашқы оқиға Темірбектің өзінің құрбысын, нақтырақ айтқанда болашақ жарын үйіне қонақ ретінде әкелуден басталады. Сол кезде Нәзиляның бір ауыз сөзінен үйде ұрыс шығып, Гаухардың ренжіп кетуімен аяқталады. Жалпы шығармада Қамажай өте сыпайы, мейірімді адам, жан-жақтан келген қыспақтардан соңында ауруға шалдығады. Қабеннің Қамажайға жасаған ұсынысы тосынан болғандықтан ол ойланбай жауап береді. Бірақ жүрегінде өте үлкен сезімді жасыра алмайды. Камила өзінің баласын алдырып тастағандықтан Қамажай оны шапалақпен тартып жібереді. Оған ашуланған Темірбек үйінен кетіп қалады. Қамажайдың шарасыздығы сонша келіннен кешірім сұрауға дейін барады. Бірақ соңынан Темірбек бұл ісіне өкініп кешірім сұрап келеді. Темірбек әпкесін ренжітпеуі тиіс еді. Темірбектің іс-әрекеті дұрыс болмады. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Повс формуласы арқылы өз пікіріңізді жазыңыз. Қамажай бейнесі сендерге қандай ой салады? Бірінші сөйлем. Менің ойымша. Екінші сөйлем. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Үшінші сөйлем. Оны мен мына фактілерден, мысалдардан дәлелдей аламын. Төртінші, соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Ал енді осы сұрақтың жауабын тексеріп көрейік. Өзіңді тексер. Бірінші сөйлем. Менің ойымша, басты кейіпкер Қамажай алдынан өмірде кездескен қиыншылықтарды көтере білген, бауырмал әрі мейірімді қамқор жан. Екінші сөйлем. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Драмада Қамажайдың өмірге құштар, өз өмірін тек бауырларына арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Үшінші сөйлем. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Бауырлары үшін жұмысқа тұрмаған, үйдің тірлігін, бауырларын күтуі керек десеңіз, өзін сүйетін Қабеннің үйленейік дегеніне қарсы болады. Соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Қамажай бауырларының бақыты үшін өз мүддесін ойламаған жан. Келесі бізде сабақты бекіту сұрағы. Әпке пьесасы сізге қандай ой салды? Осы сұраққа жауап береміз. Ал өзіңізді тексеріңіз. Бұл шығармадан үлкен тәлім тәрбие алуға болады. Әпкесінің бауырларына деген махаббаты, қамқорлығы туралы айтылады. Тіпті қазіргі кезде әпке болмақ түгілі өз балаларын тастап кете баратын көкек аналар қаншама. Менде Қамажай секілді
үйдің үлкенімін. Артымда еріп келе жатқан 3 бауырым бар. Оларға өз бойымдағы бар жақсы қасиетімді көрсетіп, дұрыс тәлім-тәрбие беруім менің әпкелік парызым деп білемін. Әдеби шығарманың ең басты объектісі адам. Оның ішінде заман адамы, кейіпкерлері, жүрек дірілінің жан тынысымен, ісімен, оймен, күнделікті өмірде өзімізбен қоян-қолтық кездесіп жүретін жандар. Бұл туынды драма болғандықтан кейіпкерлердің сөйлеген сөздері мен іс-қимылдары интонация мен сезімге толы болып келеді. Бүгінгі сабақта біз шығарма бойынша өзіндік сыни пікір жаздық. Келесі кері байланыс тапсырмасы менің отбасым тақырыбында ой толға жазу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.